Сәлем құрметті оқушы. Бүгін біз 5 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыру деген тақырыпты өтеміз. Сабағымыздың мақсаты 5 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыруды, есептер шығаруды үйрену. Бірінші тапсырма. Есепте жауаптарды өсу ретімен орналастырсаң, Әлияның күн тәртібімен танысасың. Ал ендеше, кәнекей, біз Әлияның не істейтінін көріп тұрмыз. Төсегінен тұрып жатқанын, яғни оянғанын, мектепке бара жатқанын, таңғы ас ішкенін, қол бетін жуғанын барлығын көріп тұрмыз. Ал енді бізге мына астындағы өрнектерді шығарып алу қажет, содан кейін өсу ретімен орналастыру керек. Яғни, өсу ретімен орналастырғаннан кейін Әлия ең бірінші не істейді екен? Сосын кезек күннің тәртібін білетін боламыз. Ендеше бұл тапсырмаға 3 минут уақыт беремін. Кәнекей, орындай ғой. Сырымның әрбір секіруінде 5 бірлік бар. Ал енді кәнекей, соңына дейін қанша бірліктен секіреді және мәндері қандай болады, соны екеуміз санайық. 1 рет секіргенде 5, 2 рет секіргенде 10, 3 рет секіргенде 15, 4 рет секіргенде 20, 5 рет секіргенде 25, 6 рет секіргенде 30, 7 рет секіргенде 35, 8 рет 40, 9 рет 45 және 10 рет секіргенде 50. Міне, біз 5 санының көбейту кестесінің мәндерін айтып шықтық. Ал енді осыған сәйкес мына көбейту кестесінің 4 бағанын толтырып шығуымыз қажет. Неге біз 5 көбейту 5-тен бастадық? Кәнекей, бұл сұраққа қалай жауап берер едің? Себебі біз 5 көбейту 4 дегенді 4-тің көбейту кестесінде 20 деп жаттап алдық. Есіңде ғой? Тура солай 5 көбейту 3 және 5 көбейту 2-ні де біз білеміз. Сондықтан 5 көбейту 5 деген өрнектен бастағанымыз жөн. Біріншісінде мәндерін табасыңдар, екінші бағанда көбейткіштердің орнын ауыстырасыңдар, үшінші бағанда көбейтіндінің мәніне 5-ті бөліп шығасыңдар, ал енді төртінші бағанда керісінше екінші көбейткішті бөліп шығасыңдар. Есептерге өрнек құрастыр. Сырым таңертеңгілік жаттығудың 6 түрінің әрбірін 5 реттен жасады. Сырым барлығы неше жаттығу жасады? Өрнек қалай болады? 6 жаттығудың әрқайсысын 5 реттен, яғни көбейту амалымен 6 көбейту 5. Нұсқасы. Сырым аяққа арналған жаттығудың 5 тәсілін 15 рет орындады. Әр тәсілді неше рет орындады? Яғни не істейміз? Біз 15 рет 5 тәсіл жасапты, бірақ әр қайсысын нешеден жасаған табу үшін бөлу амалын қолданамыз. Сонда өрнек 15 бөлу 5. Төмендегі өрнектерді пайдаланып, теңдіктер және теңсіздіктер құрастыр. Теңдіктер дегеніміз егер екі жағы тең болған жағдайда, ал теңсіздік дегеніміз артық немесе кем. Кәнекей, біреуін көрсетейін. Мысалы, 25 бөлу 5. Бізде мәні қанша болады? 5 шығады. Енді 5 көбейту 1. 5. Екі жағы тең. Ал енді бір теңсіздік. 12 бөлу 6. Мәні 2 шығады. 20 бөлу 4. Мәні 5 шығады. Яғни, кем белгісін қоямыз. Тура осылай қалған өрнектердің барлығын сәйкестендіріп және теңдік, теңсіздік ретінде жазып шық. Суретке қарап, гантельдің массасын анықта дейді. Ендеше қараймыз. Бізде таразының сол жағында 2 килограмм және де белгісіз гантель тұр. Ал енді оң жағында 3-тен 4-еу, яғни 12 килограмм.
Ал енді осы 12 килограммнан біз 2-ні алып тастасақ, бізде 10 килограмм қалады. Сонда гантельдің массасы 10 килограмм екен. Енді тексереміз. 2 килограммға 10 килограммды қоссақ, 12 килограмм. 3 килограммнан 4-ке көбейтсек, 12 килограмм. 12 мен 12 бір-біріне тең. Тура осылай келесі мына екінші суретте гантельдердің массасы неше килограмм? Соны өзің есептеп тап. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.